Қазақ ютубын ашсаң, Let's Play форматындағы видеолар өте көп. Себебі бұл форматтағы аудитория кішкентай баладан үлкен адамдарға дейін қызық. Сол үшін де Let's Play басқа бағыттарға қарағанда өте көп просмотр жинайды. Бұл әрине каналдың авторы мен қызықты идеяларының арқасында. Сендермен бірге топ тайм санасы. Бүгінгі видеода топ 10 жазылушысы көп Let's Play-шіктерді айтатын боламын. 10-шы орын Эдди Форбс. Ерекше озвучкасымен танымал летсплейшик қызықты сериалдар түсіріп, өз көрермендерін жинауда. Бірақ каналына қарасаң кішкентай балаларға арналған деуге болады. Бұрындары GTA 5-тен қызықты тапсырмалар орындап, басқа ютуберлермен ойнайтын. Терезе жоққа бүткіл шығынның бәрін аузыңа кетті. Мен өзім кезінде 1-2 видеоларын көргенмін. Канал өте қызық болатын. 2018-ден бері видео түсіріп келе жатқан ютубер қазіргі таңда 566 мың подписчик жинапты. 9-шы орын Ероха. Free Fire ойыншыларына ең танымал ютубер. Алғашында басқа контентпен айналысқан ютубер Let's Play бағытында көшіп атақты бола бастады. Ерекше превью, қызықты идея, көрерменнің ішін пыстырмайды. Ол тек жалғыз ойнамай достарымен бірге әртүрлі челлендждер орындап, ән айтып көп просмотр жинауда. Бірақ Free Fire бұрынғыға қарағанда өте аз деңгейге түсті. Қазіргі таңда Ероха видеоларды аз түсіріп жүр. Бұның себебі сол Free Fire ойынының қызықсыз болып кетуінен. Қысқа уақыттың ішінде 570 мың подписчик жинады. 8-ші орын Қиғашбек. Бұл адамды көбін танитын боларсыңдар. Free Fire ойынында түрлі джекпоттар, лутбокстар ашып танымал болды. Ал оны түсіргенде реакциясын айта алмады. Фрагмент. Қысқасы, арнасында видеолар көп, бірақ соңғы уақытта видео түсірмей кетті. Мүмкін бір себебі болар. Арнасында 646 мың подписчик бар, бірақ активі құлап кетіпті. Жалпы қаралым саны 52 миллион 437 мың. Ал енді келесі ютуберге кеттік. 7-ші орын Дани Гриал. Каналының негізгі бағыты GTA болғандықтан канал өте қарқынды дамып келе жатыр. Видеолары шыны керек өте қызықты, маған ұнады. Себебі көрерменге көңілді эмоция сыйлайды. Арнасында почти күнде видео салып тұрады және просмотры да жақсы қалыпта келеді. Қазіргі таңда арнасында 692 мың подписчик бар. Жалпы қаралым саны 161 миллион 362 мың. 6-шы орын Адайс KZ. Бұл да Free Fire контентін түсіреді. Әртүрлі челлендждер орындап өзінің әзілдерін қосады. Примерно достар 10 адам келатыр ма, сонда 45 адамның 10-ы мінжерге түссе. Аны 10-ы фабрикаға түссе. Оның 10-ы афко қылса деп шейік бітсін, енді сондай енді достар үшін бір кезінде активі өте мықты болатын. Өз көрермендерін скиллмен таңғалдырған. Ал қазір Free Fire мен бірге соны түсіретін ютуберлердің активі бірге құлап кетті. Біреуіне жақсы жаңалық, біреуіне жаман жаңалық болар. Арасында стрим жасап тұрады. Қазіргі таңда арнасында 753 мың подписчик бар екен. Жалпы қаралым саны 46 миллион 674 мың. 5-ші орын Нони KZ. Баяғыдан келе жатқан ютубер қазіргі таңда 854 мың подписчик жинап 5-ші орынға жайғасты. Көбін білетін боларсыңдар, ол ютубында әртүрлі ойындар түсіріп қана қоймай, басқа да контенттер түсіріп отырады. Бірақ каналының 99% ойындар. Просто ойын ойнап қоймай, әзілмен одан әрі қызықты қылдырады. Қазақша мармок деп айтсам да қателеспеймін. Осы уақытқа дейін жалпы қаралым саны 186 миллион 539 мың екен. 4-ші орын Кюбро. Қазақстандағы ең танымал ютуберлердің бірі болып есептелінеді. Себебі TikTokта болсын, YouTube'та болсын, Instagram'да өте көп подписчигі бар. Әртүрлі ойындармен бастаған ютубер қазіргі таңда Free Fire ойынымен дамуда. Бірақ бұл бұрынғыдай үлкен просмотрларға келмейді. Кейбір адамдар әртүрлі тақырыптар рептермен таниды. Бұл Кюброның тағы да бір плюсы. Каналында 966 мың подписчик жиналыпты. Почти 1 миллионға жақын. Жалпы қаралым саны 86 миллион 338 мың. 3-ші орын Досымжан. Бұрында Шелзи есімімен танымал болған Қазақстандағы ең ірі Free Fire каналы. Бұл канал өте тез жылдамдықпен танымал болып трендте тұратын. Канал толығымен Free Fire бағытында болғандықтан ол әртүрлі челлендждер орындап күлкілі қылуға тырысуда. Ол өзі ойнамай әртүрлі ютуберлермен коллаборация жасайды. Жақында 1 миллион подписчикке жетіпті. Құттықтаймыз әрине. Каналдың активі өте жақсы темпте. 2-ші орын Алик KZ. Бүгінгі топтағы ең олд каналдың бірі. Себебі бұл канал 2015 жылы ашылыпты. Каналды көбіне кішкентай балалар қарайды. Бірақ активі өте мықты. Және де оның бір емес 3 каналы бар екен. Основной каналы сосын Алик KZ 2, Алик KZ 3 деген. Бұл каналдарда подписчиктері өте көп.
Әрине бұл Алик KZ'тің еңбегінің арқасында. Ол вақтылы видеолар салып отырады, 3 каналда бірдей жүргізеді. Сол үшін Алик KZ'ге респект. Қазіргі таңда каналда 1.730.000 подписчик бар. Бірінші орын Нұр Channel. Көбін біліп отырған боларсыңдар. Алик KZ'тің қарсыласы деп көбі салыстырады. Себебі контенті подписчигі почти бірдей. Бірақ Алик KZ'ті Нұр Channel озып кетті. Нұр Channel көбіне GTA ойыннан қызықты оқиғалар жасап, өзі сол тапсырмаларды өтеді. Каналының басты персонажы Джонни. Ол осы адаммен үлкен просмотрлар жинаған. Превью, шапка, монтаж, озвучка бәрі жоғарғы деңгейде жасайды. Каналында 1.736.000 подписчик екен. Яғни Алик KZ'тан 60.000-ға артық. Жалпы қаралым саны 698.818.000 просмотр. Ашылған уақыты 2014 жыл. Бүгінгі топтағы ең подписчигі көп летсплейшік және ең олд канал болып саналады. Міне, видеода аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетейік.